Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен Teacher Мәке. Шын есімім Мерей Нұрсейіт болады. Бүгін біздің YouTube'дағы бірінші видеомыз. Бұл видео кіріспе болады. Осы видеоны бастамай тұрып өзімен таныстырып кеткім келеді. Алматы облысында 89 жылы дүниеге келгенмін. 2000 жылы, яғни 10 жасымда отбасымызбен бірге ақшыға көшіп бардық. Сол жақта Бруклин қаласында, Нью-Йорктағы 10 жыл 5 сыныптан 2010-ға шейін 10 жыл бойы сол жақта тұрып білім алдым. 2010-да университетті бітірген соң Қазақстанға қайтып келдім. Сол 2011-ден бастап, міне қазір 2020 болып жатыр. Осы бұйыртса 9 жыл болады ағылшын тілін үйретіп жүргеніме. Бұл мамандық қатты маған ұнайды, себебі бұның пайдасы өте көп. Ұстаз деген ол керемет мамандық қой. Сол үшін осы YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бұл видеолардың пайдасы, егер де тіл үйренем деген ниетпен келе жатсаңыздар, осы ағылшын тілін үйретуге пайдасы тиеді деп ойлаймын. Сол үшін қош келдіңіздер. Бұл видео қазақтарға, қазақ тілді кісілерге, осы ағылшын тілін үйренем деп жүрген, ниет етіп жүрген кісілерге арналады. Орыс тілінде контент өте көп тілді үйренуге қатысты. Бірақ өкінішке орай қазақ тілінде жоқ. Сол менің негізгі мақсатым болып тұр. Әр қазақ білімді болса, ақылды болса, бұдан біз жаман болмаймыз. Осылай мен ойлаймын, тілді білсек және білім алсақ, Қазақстанымызға болашақта пайдамыз тиеді деп. Бұл технология заманы, бұл жаһандану заманы. Сол үшін әр қазақ алдыға жылжу керек, ол үшін білім керек, ол үшін тырысу керек. Сол ниетпен осы каналды аштым. Сіздерге Алла бұйыртса, Алла амандығын берсе, пайдасы тиеді деген ниеттемін. Сол үшін бірге жұмыс істейік, алдыға жылжайық. Оян қазақ. Тағы бір ескеріп кететін жайт, ол яғни Америкада тұрған соң менің ағылшын тілім американдық ағылшын тілі болып саналады. Сол үшін осы көп жерде мен сол американдық ағылшын тілмен жаңағы контентімді түсіндіремін. Соны алдын ала білгендеріңіз жөн, себебі үлкен болмаса да сәл айырмашылықтар бар. Біраз британдық ағылшын тілмен және американдық ағылшын тілмен. Мен үйретіп жатқан американдық ағылшын тілі. Бүгін бірінші сабағымыз, бұл кіріспе сабақ болады. Және бұл жерде мен сіздерге қандай жаңағы сабақ үйренем дейтін шәкірттің қандай көзқарасы болу керектігін түсіндіріп кеткім келеді. Осындай бірнеше мәселеге қарап кетейік. Бастадық. Тілді үйренгісі келіп жүрген кісілер менен осы социалдық желілерде өзімнен де сұрап жатады. Тілді үйрену үшін, тез үйрену үшін қандай, не нәрсе керек деп сұрайды да. Ең біріншісі, егер де сіз тез үйренгіңіз келсеңіз, онда шетелге көшіп кету керек. Америкаға, Британияға. Сол жақтағы тілді күнделікті сөйлесетін сол жерге бару керек. Енді көпшілік халықта, мысалы қаншама мыңдаған, миллиондаған десек те болады, адамдар тілді үйренгісі келеді, бәрі көшіп кетпейді ғой. Сонда бұл опция енді қолымыздан келмесе, пассивный режиммен үйренуіміз керек. Пассивный режим деген ол қалай? Сіздер тілді үйренеміз десеңіздер, сіздерге көп сабырлық керек. Сабырлық керек және көп еңбек керек. Осы екі формула міндетті түрде. Егер де осының біреусі болмаса, онда жақсы нәтиже шықпайды. Мен көп көрем, шәкірттер жақсы бастайды, жақсы ынтамен бастайды, бірақ сабырлық болмаған соң 1-2 ай тырысады, нәтиже осындай үлкен бір нәтиже күтеді, бірақ 2 айда сон нәтижені көрмеген соң көңілдер қалып, тілді үйренгенін тоқтатып жалғастырмайды. Сол сабырлық өте маңызды. Және еңбекқорлық та маңызды. Себебі қанша адамдарды да көресің, болашаққа деген жоспарлары өте үлкен, бірақ сол жаңағы еңбек жетіспеген соң
үй тапсырмасын жасап, күнделікті сол тілді бір ғана аймен емес, айлар бойы сол тілді үйренуге еңбек жасамаған соң нәтиже болып жатпайды. Сол үшін жаңа сіздерге айтқандай, сабырлық пен еңбекқорлық олар екеуі бірге қос келеді, және осы екі нәрсе ең маңызды деп ойлаймын сіздерге, тілді үйренетін кісілерге. Достар, өзім көрген ең жақсы нәтижелері ол еңбекқор шәкірттерден. Әдетте олар жаңағы ерінбей бәр сабаққа мейрам болсын, ауырып жатсын, сондай нелерге жағдайларға қарамай бәр сабақтарға келеді, үй тапсырмасын бәрін орындайды. Тек қана орындамай гөрі тағы сұрайды добавка. Сондай шәкірттер әдетте ең еңбекқор шәкірттерде жақсы нәтиже көресің. Бұл осы мен өзім сөйлеп жатқан жоқпын, жаңағы шәкірттердің нәтижелеріне қарап сіздерге осыны тұжырымдама ретінде айтып жатқаным ғой. Сабырлықтың тағы бір пайдасы, сізде бірден болмағанда сіз тоқтап қалмайсыз. Білесіз, бүгін болмаса ертең болады. Ертең болмаса түсінік, 10 күні болады. 10 күні болса одан кейінгі уақытта болады. Бірақ сізде осындай бір үміт қалыптасады, сол сабырлықтың пайдасы. Сабырлық болмаған соң, адамда тез нәтиже қалаған соң, және сол нәтиже болмағанда уақытында, өздері қалаған уақытында, адам менің қолымнан келмейді деп ойлайды, сол тілді үйренгенге. Содан кейін тоқтап қалады. Бұны өте жиі көреміз, өкінішке орай. Сол үшін сөздің қорытындысында сабырлық пен еңбекқорлық осы сіздің екі қанатыңыз болу керек. Осы қасиет арқылы сіздер алып шығасыздар, Алла бұйыртса, мен сіздерге сенемін. Тағы маңызды нәрсе ол оптимист болу. Тілді үйренгенде және өмірде де бұл маңызды қасиет деп ойлаймын. Тілді үйренгенде сіз оптимист болмасаңыз, өз прогрессіңізді сіз көрмейсіз. Себебі бұл жерде прогресс үлкен-үлкен қадаммен болмайды, әдетте күнделікті кішкентай қадамдармен, кішкентай түсініктермен прогресс пайда болады. Сол үшін сіз осы кішкентай прогресстарыңызды көре білуіңіз керек. Кейбір кісілер не үшін ағылшын тілі осындай қиын, жаңадан ереже үйренсе, не үшін бұл одан сайын қиын болып бара жатыр, болмаса жаңа сөз үйреніп жатса, не үшін бұл сөз сондай қиын деп, сол қиын жақтан қарайды. Ал керісінше біз тілді үйреніп жатқан соң, менің білімім көтеріліп жатыр. Мен бүгін жаңа бірнеше сөз үйрендім. Кешегіге қарағаннан гөрі бүгін мен бірнеше қадам алдыдамын. Солай өзіңіздің үйіңізді қалап жатқандай болуларыңыз керек. Бір кірпішпен. Сол әр сөзіңіз бір кірпіш секілді сияқты болса, сол біліміңіз осы үймен көтеріліп жатқан сияқты елестетулеріңіз керек. Бұл өте маңызды. Әрқашанда оптимист болуымыз керек біз. Көбінесе кейбір адамдардан естіп жатасың, мен тупоймын, менің қолымнан келмейді деген. Бұның бәрі дұрыс емес. Сіз ойлағанда менің қолымнан келеді, мен ақылдымын деп өзіңізді мақтамасаңыз, ешкім сізді мақтамайды. Сол үшін бұл өте қасиетті, өте маңызды қасиет. Оптимист болайық. Сіз де, мен де. Және білім алу деген ол бір жақты жол емес. Мысалы, мен сізді көрген жоқпын. Ютубтан сіз Қазақстан, басқа мемлекет болсын, басқа Қазақстан қаласындасыз ба? Мен сізді көрген жоқпын. Бірақ ол білім бір жақты ғана лекция емес. Мен сізге айтам, сіз жасайсыз. Ол екі жақты жол болу керек. Сол үшін осы видеоларды сіз болашақта көріп, мен сіздерге міндетті түрде үй тапсырма беремін. Сол үй тапсырмаларды жасап, қателескенде сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарды міндетті түрде жазу керек. Маған жазу керек. Қолдан ұстаздарыңыз болса, мектепте, сол университетте солардан да сұрау керек, түсінбеген жеріңізді. Сол үшін білім алу ол бір жақты ғана жол емес, бір жақпен машина жүретін. Ол екі жақты жол. Ол Әл-Фараби, Алматыдағы Әл-Фараби даңғылы сияқты, Райымбек даңғылы сияқты. Ол жақта білім бір жаққа барып жатса, бір жақтан сұрақтар келіп жатады. Ол екі жақты жол.
бұны ұмытпауымыз керекпіз. Әдетте шәкірттер, кейбір шәкірттер пассивно оқиды, тек қана алады да болып жасайды. Ал кейбір шәкірттер өте жақсы нәтиже болған. Олар алады, бірақ содан кейін жасап, үй тапсырмасын жасайды. Ойларында соны жаңағы үйренген материалды қорытындыны жасайды. Сол кезде түсінбеген жерлері болады. Сол кезде соны қайтадан ұстазға сол жаңағы түсінбеген сұрақтарын сұрайды. Тағы түсіндіріп беріңізші деп, осы жерін түсінбедім деп сол сұрайды. Сол екі жақты жол болып жатады. Сондай жақсы нәтиже болған шәкірттерде. Сіздер сондай шәкірттердің болуларыңыз керек. Пассивно оқуға болмайды. Білім алуға болмайды пассивно. Алсаңыздар болады, бірақ нәтиже ондай керемет болмайды. Білім алу екі жақты жол. Білім алғанда сіздер бір нәрсенің түбіне шейін жетулеріңіз керек. Және сол нәрсені түбіне шейін жетіп, соны түсіну керек. Бетінен ғана сипап өтуге болмайды. Мысалы, сіз present simple-ды үйреніп жатсыз ба, соны түбіне шейін жетіп, бәрін жаттап, бәрін үй тапсырманы жасап, соны практика жүзінде мүмкін соны сөйлеп көріп, айтып, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды айтып, сұрап, жауабыңызды күтіп, бұл әр жақты способпен сол жаңағы тақырыпты толығымен түсінуге тырысу керек. Тақырып үлкен ба? Проблема емес. Онда сол тақырыпты бөлшектеп, кішкентай тақырыптармен, мини тақырыптармен соны түсінуге міндетіміз ол біздің. Бәрі білім алушылар. Сіздер де, мен де білім аламын. Тағы бір маңызды қасиет ол қате жасау және содан үйрену. Көбіміз қате жасаудан қорқамыз. Қате ол жаман, жұпалы ауру сияқты қорқамыз. Бұл дұрыс емес, достар. Қате жасаған ол адамға мүмкіндік береді, алдыға жылжығанға, өсуге мүмкіндік береді. Әрине, ол қате бір нәрсені, қатеңізді қайталай беру, бұл дұрыс емес. Бірақ қате жасап, содан үйрену, бұл өте ақылды іс. Сол үшін қатеден қорықпаймыз. Қателерімізді құшақтайық, қателерімізге рахмет айтайық. Бізге бұл ағылшын тілімізді үйренгенге мүмкіндік береді. Және қателердің бәрі бір жерде болу керек. Жазбаша түрде, мен сенем, жазбаша түрде бір дәптер арнайсыздар, сол жерге жаңағы қателеріңіз бәрін жазасыздар. Ол туралы мен сіздерге үй тапсырма беремін сіздерге бүгін бірінші сабақтан соң осыған қатысты. Сол үшін қате жасағаннан қорықпайық. Және басқалардың пікірі бізге әсер етпей керек. Мен көп көрем, шәкірттер бір-бірлерін өздерінің қателерін ойламайды, басқа кісілердің қателерін айтады. Сен ананы дұрыс айтпадың дейді. Қарасан, өзі ондай қатты тілді меңгермеген, бірақ басқа кісінің қатесін түзеп жатады. Комментарияларды көріп жатам, бір-бірлерін балағаттап жатады, жаман сөз, сен осыны түсінбедің ба, тупой деп жатады. Бұның бәрі дұрыс емес. Тек қана өзіміздің қателеріміз туралы ойлауымыз керекпіз, және өзіміздің қателерімізден пайда көруіміз керекпіз. Басқаларды түземейміз. Осы маңызды. Басқаларды түземейміз дегенде қалай? Мазақтау үшін, сол кісіні кемсіту үшін олай жасамаймыз. Ал бірақ егерде сіз шынайы түрде сол материалды біліп, шынайы жаныңыз ашып адамға, мысалы, бұл жерде түсіндіріп берсеңіз, онда ол болады ғой әдетте. Әрбір білім алушы, ол да бір күнін білім беруші болады. Бұл білім алудың ақысы. Сіз үйренген нәрсеңізді үйретпесеңіз, ол жаңағы үйренген нәрсеңіз сізбен қолдың үстіндегі спирт сияқты болады. Ол ұшып кетеді білім. Сол үшін сіз міндетті түрде жаңағы алған біліміңізді өзіңдікіңіз, сіздің меншігіңіз қылғыңыз келсе, онда сол алған біліміңізді міндетті түрде біреуге үйретуіміз керекпіз. Және сол ниет болу керек. Соны үйреткенде комментарияларда біреу қателесіп жатса, міндетті түрде жазыңыз. Бірақ жаңағындай алдындағы айтып кеткендей, тәкаппарлықпен мазақтау үшін олай жазбаймыз. Осыны білейік ағайын. Достар, білімімізді тағы жаңағы айтып жатырмын ғой, нығайту үшін сіздер басқа кісілермен бөлісулеріңіз міндет ол. Сіз үйрендіңіз ба? Үйіңізде ініңіз бар ма? Қарындасыңыз бар ма? Әкеңіз, шешеңіз, туысқандарыңыз, достарыңыз бар ма? Қастарыңыздағы үйренген материалдарыңызды present simple болсын, сөзі болсын, соны басқа кісіге түсіндіріңіз. Солай айтыңыз, міне Мерей, тичер, Мәке маған айтып жатыр, басқаларға үйретсін деп. Сол үшін соны мүмкіндігіңіз болса, соны түсіндіріп беруге
тырысыңыз. Себебі сіз түсіндіру арқылы жаңағы материалды сіз ешқашан ұмытпайтындай боласыздар. Осыны жүретке алайық достар. Үйренген нәрсемізді, жақсы үйренген нәрсемізді, жақсы бірінші түсініп алу керек оны. Содан кейін сол үйренген нәрсемізді басқаларға ақырындап үйретуіміз керек. Шәкірт ол бір күні ұстаз болады. Мүмкін сіз тілді үйретпей қойыңыз, бірақ сіз жаңағы түсінген нәрсеңізді біреуге үйретсеңіз, сіз де ұстаз сияқты боласыз. Сол үшін өзіңіз үшін тілді жақсы меңгеру үшін, ағылшын тілін жақсы үйрену үшін сіздер басқаларға да оны үйреткеніңізден абзал. Осы арқылы сол информация сіздермен Алла бұйырса мәңгілік болады. Тағы мен жиі айтатын нәрсем, ол білім деген ол түбі жоқ мұхит. Түбі жоқ мұхит. Оны өмір бақи қазбаласаң, түбіне жетпейсің. Осындай көзқараспен біз ағылшын тілін үйренуге осындай подходпен келулеріміз керек. Себебі көп адамдар мен адвансты бітіріп тастасам болды деп ойлайды. Бірақ ол шын мәнінде ол сізбен сол деңгейді бітіргенмен тоқтамайды. Тіл деген өте терең, жаңа әрқашанда сөздер болады сіз білмейтін, әрқашанда білмейтін білім болады. Сол үшін өмір бақи осы тілге мен уақытын бөлем деп сондай көзқараспен келулеріңіз керек. Бұл галочка үшін емес, үйрендім, болды, мен адванспын деп тоқтап қалмау керек. Өмір бақи осы тілді үйрене беру керек. Өзімде дәл солай, мысалы тілді мен білем, егер де мен тілді білімімді ала бермесем ағылшын тілінен, мен тоқтап қаламын, мен өспеймін, мен астыға түсе бастаймын. Сол үшін өте маңызды әрқашанда кітап оқу, видеолар көру, кино көру, өлеңдерді тыңдап, сөздерді түсінуге, кісілермен сөйлесу, бұны әрқашанда жасауымыз керекпіз. Біз қазір жаһандану заманындамыз, бұл жерде әлем кішірейіп қалды, және интернет арқылы бізге басқа шетелдегі кісілермен сөйлесуге мүмкіндік бар. Сол үшін осыны ұмытпайық. Қазіргі тілді білмеуге ешқандай сылтау жоқ. Бұл заманда, интернет заманында тілді білмеуге ешқандай сылтау жоқ. Себебі бәрі мүмкіндік бар. Ақшан жоқ па? Тегін үйренсем болады. Қаншама видеолар бар, қаншама приложениялар бар, қаншама интернеттағы білім тұр. Осыны ұмытпаймыз ағайын. Және тағы маңызды нәрсе ол үй тапсырмасын жасау. Үй тапсырмасын міндетті түрде жасау керек. Себебі бұл жерде мысалы мен болашақта сіздерге видеоларды берем, видеолар, сабақ. Және сол видеоны тек қана көріп, сол туралы ойлану емес, соны практика жүзінде жасау керек. Аударма болсын, грамматикалық не болсын, тест болсын, біреумен өзіңізбен өзіңіз сөйлеу, біреумен сөйлесу, сол үй тапсырма қандай беріледі, толығымен жасау керек. Осы үй тапсырманы жасаған кісілер әдетте өте жақсы нәтижеге жетеді. Қазіргі көп біраз жерлерден көрем, үй тапсырмасыз тілді үйренуге бола ма деп. Өте күрделі мәселе бұл. Себебі сіз тіл үй тапсырмасын жасамасаңыз, сізге ешқандай қателеріңізді қалай көресіз? Егер де практика жүзінде сіз үй тапсырмаларын ұстазға көрсетіп, соны тексертпесеңіз, қалай көресіз нәтижелеріңізді? Сол үшін үй тапсырма жасалу керек, достар. Менің сіздерге үй тапсырма берем, соны комментарияда қалай айтам, солай жасаңыздар. Осыны ұмытпайық. Бүгінгі үй тапсырма сіздерге 2 дәптерлер сатып алуларыңыз керек. Өте үлкен, қанандай 48 бет болады ғой, сондайдан 2 алыңыздар. Не үшін? Біріншісінде сіздер жаңағындай үй тапсырмасын жасайсыздар, және соңында қателеріңізді бір жағынан үй тапсырмаларын жасап жатсаңыздар, соңынан алдыға қарай жылжисыздар да өздеріңіздің жиі кездесетін қателеріңіз жасайсыз. Басқа адамдардың да қателерін жазып отырасыздар. Видеодан көрген сол сұрақтарыңызды да жазып отырасыз. Ол бір дәптер. Екіншісінде болса грамматикамен болады, және соңынан бастайсыз алдыңға жаққа, жаңағындай екінші дәптерлерде өрге не жасайсыздар? Сөздік. Сонда біріншіде үй тапсырмасымен сіздің жиі кездесетін қателеріңізді жасасыздар, басында және соңында. Ал екінші дәптерлерде сіз неңізді грамматиканы жасайсыздар, айтқандай
ережелерді мысалы сөздер мүмкін бір шатасып жатқан сөздер, ал соңында жаңағы кәдімгідей сөздік болады. Сол сөздікпен толықтырамыз. Осы екі дәптерлерді сіздер сатып алыңыздар. Бұйыртса келесі видеомды уже кәдімгі сабақ болады, сол жерде басынан бастаймыз бұйыртса.